Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге дәмді және нәзік кәді котлеттерін ұсынамын. Осы рецепт бойынша кәді қосылған көкөніс котлеттері хош иісті, шырынды және нәзік, ал үстінде қытырлақ қыртысы бар. Егерде қаймақ соусымен батырып жесеңіздер, өте дәмді әрі тамаша үйлеседі. Мен осы рецепт арқылы кәді котлеттерін қолданып көруді ұсынамын. Бұл сізге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен сәбізді сыртқы қабығын ашып, жақсылап жуамыз. Орташа 4 бұрыштап турап аламыз. Содан соң кәдіні мен ортасындағы дәндерімен бірге 4 бұрыштап турап аламын. Үстіне петрушка мен сарымсақты орап дайындап аламын. Дәмін беріп тұру үшін қара және қызыл ұнтақ бұрышын және тұзын дайындап аламын. Барлығын турап болған соң блендерге салып ұнтақтаймыз. Егерде сіздерде терка болса, сол терканың көмегімен ұнтақтауға болады. Мінекей блендердің көмегімен барлық көкөністерді ұнтақтап алдық. Мінекей көкөністерді ұнтақтап алып, ыдысымызға салып, үстіне қызыл және қара бұрыш ұнтағымызды және тұзымызды салып араластырдық. Дайындап алған көкөніс қоспаның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Жұмыртқаны араластырып болған соң, үстіне аз-аздан ұнымызды салып, 1 келікі қоймалжың болғанша араластырамыз. Мінекей қоймалжыңымыз дайын. Мінекей қоймалжыңымызды қызып тұрған майда 2 жағын аунатып, қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей котлетіміз дайын болды. Мен көрсеткенде барлық техникаларды жасаңыздар. Міндетті түрде жеңіл әрі тез дайындалады. Өте дәмді болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмаңыздар.